Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен қуырдақ дайындайтын боламыз. Алдымен үш майымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға қызарғанша қуырамыз. Майымыз дайын болам дегенше етімізді, бүйрек, жүрек, бауыр барлығын кубиктап турап аламыз. Мінекей біздің майымыз дайын болды. Майымызды ішінен алып тастаймыз. Майды қаттырақ қыздырып, етімізді салып қуырамыз. Бауырды соңынан саламыз. Етіміздің үстіне тұзды салып, бір қозғап, астын жай отқа қойып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Осындай болып қызарып қуырылады. Етіміз дайын болам дегенше пиязымызды дайындап аламыз. Бетін сәндеуге арналған пияз және ішіне салатын пиязымыз. Енді картопымызды дайындап аламыз. Егер майда картоп болса, бүтін тастаған әдемі көрінеді. Картопты салғаннан кейін бетіне кішкене пияз салып, араластырып, фольгамен бетін жауып бұқтырамыз. 10-15 минуттан кейін үстіне бауырды салып, тағы да бетін жауып бұқтырамыз. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Ас болсын. Сіздермен болған Мадина.